Бұл лаңкестер оғайын сана таппық деп ойлады. Бірақ олар қыздың әкесі әлемдегі ең қауіпті әскери жалдамалы өлтіруші екенінен бейхабар. Ал ол қазірдің өзінде жолға шығып қойған. Оқиға қарт адам мен оның кішкентай жиен қарындасынан басталады. Рождество мерекесі жақындап қалды. Сондықтан ол қызға керемет сыйлық жасағысы келеді. Ол қыздың велосипедтерге қатты қызығатынын біліп, оны жергілікті дүкенге апарады. Қыздың көзіне тек бір ғана зат. Көк түсті велосипед оттай басылады. Дүкеншіде тек қызыл түсті ғана бар еді. Бірақ қызға ол мүлдем ұнамайды. Ол қызыл түсті жек көреді. Ағағасы көк түсті велосипедті табудың қандай да бір жолы бар жоғын сұрайды. Ал дүкенші бұл мәселені шешетінін айтады. Ол телефон тұтқасын көтеріп, біреуге құпия қоңырау шалады. Кенеттен фургонда отырған бір топ ер адамды көреміз. Олар көшеде шынжырмен байланған көк велосипедті байқап, құлпын кесіп ғайып болады. Бұл жай ғана дүкен емес, алдын ала жоспарланған ұрлық болып шығады. Ауғанстанның сонау түкпірінде біз Маркуспен танысамыз. Ол қатал әрі тәртіпті кәсіби жауынгер. Ол әйеліне қоңырау шалып, жағымсыз жаңалықты жеткізеді. Оның әскери іссапары ұзартылған екен. Сондықтан ол Рождествода үйде болмайды. Әйелі қыздары Матильданың бұған қатты қайғыратынын біліп, қатты қамығады. Матильда бұл жаңалықты естігенде қатты түміледі. Оған қоса, ол алдыңғы түні өзінің көк велосипедінің ұрланғанын байқайды. Бұл басында әлгі бұзақылардың ұрлап өткен велосипед еді. Мектепке баратын ештеңесі болмағандықтан, анасы жұмыстан бір-бір сұранып қалуды ұйғарады. Ол Матильдаға уақытты жақсы өткізетіндерін және оның орнына пойызбен саяхаттайтындарын айтады. Қаланың екінші шетінде біз Оттомен танысамыз. Ол өмірдегі барлық нәрсе белгілі бір заңдылыққа бағынады деп есептейтін деректер зерттеушісі. Бірақ оның жұмыс істейтін компаниясы оның еңбегін бағаламайды. Көп жылдық зерттеулерден кейінгі оның соңғы тұсаукесерінің негізгі түйіні мынадай еді. Байлар қымбат көліктер сатып алады, ал кедейлер олай етпейді. Бастықтарына бұл мүлдем әсер етпейді де, Оттоны сол жерде жұмыстан шығарып жібереді. Ашуланған ол үйіне қайту үшін пойызға отырады. Онда отырғанда оның зерттеуші миы іске қосылады. Ол денесін татуировка жапқан, нағыз бандитке ұқсайтын ер адамды байқайды. Содан кейін тағы бір күдікті адамды көреді. Бұл жігіттің қолында қымбат шырын мен сэндвич бар еді. Бірақ ол олардың бірде-біреуінен дәм татпастан қоқысқа лақтырып жібереді. Пойыз орнынан қозғалмас бұрын әлгі шырын ұстаған жігіт түсіп қалады. Дәл сол кезде Матильда мен оның анасы пойызға мінеді. Отто нағыз азаматқа тән ілтипатпен орнынан тұрып, Матильданың анасына орын береді. Бірнеше секундтан кейін апат орын алады. Пойызда жойқын жарылыс болады. Темірлер майысып, әйнектер шағылып, айналаның бәрі астан-кестенге түседі. Отто жеңіл жарақаттармен аман қалады. Бірақ Матильданың анасының жолы болмады. Ол сол жерде тіл тарта алмай кетеді. Шөл далада жүрген Маркус өмірінің шырқын бұзған қоңырау қабылдайды. Оның әйелі қайтыс болған еді. Ол барлығын тастап қалаға ұшып береді. Ауруханада ол Матильданың қатты шок жағдайында екенін көреді. Ол анасынан айырылды және оның бүкіл әлемі күйреп жатыр еді. Мейірбике Маркусты шетке шақырып, әйелінің денесіне қарамауын ескертеді. Ол дене жарақаттарының тым ауыр, тым қорқынышты екенін айтады. Бірақ Маркус жауынгер. Ол әйелін көруді талап етеді. Ақ жайманы ашқан кезде Тіпті осы қатайған жауынгердің өзі шыдай алмайды. ол әйелінің бөлшектенген денесіне қарап, алғаш рет тастай берік адамның көңілі босайды. Отто үйіне оралады, бірақ ол апат туралы ойлауын тоқтата алмайды. Ол теледидарды қосып, шұғыл жаңалықтарды көреді. Құрбандардың бірі атышулы іс бойынша куәлік етуі тиіс басты куәгер болып шығады. Оттоның түйсігі алдамайды. Ол бұның кездейсоқ апат емес, қасақана жасалған қастандық екеніне сенімді болады. Осы уақытта шіркеудегі ауа райы да, көңіл күй де өте ауыр еді. Бұл жерлеу күні болатын. Маркус пен Матильданың қайғыдан қаныштар шақ еді. Маркус сезімін жасыра білетін адам, бірақ оның да төзімі таусыла бастайды. Отто бірден полиция бөлімшесіне барады. Ол қаза тапқан адамның әділет шабандоздары атты қауіпті қылмыстық топтың былығын әшкерелемек болған Хегел есімді адам екенін анықтайды. Отто полицейлерге шырын мен сэндвич ұстаған күдікті адам туралы, оның жарылысқа санаулы сәттер қалғанда тамағын пастай салып түсіп қалған туралы айтып береді. Ол мұның бәрі кездейсоқтық болу үшін тым мінсіз ұйымдастырылғанын түсіндіреді. Бірақ полиция оның болжамдарына мүлдем қызықпайды. Олар Оттоны қайғыдан алжыған жынды адам деп ойлап, оны қуып шығады. Үйге оралғанда Маркус пен оның қызының арасындағы түсініспеушілік күшейе түседі. Матильда әкесінің іштей құлазып бара жатқанын көреді. Ол әкесінен психиатрға қаралып, көмек сұрауын жалынып сұрайды. Бірақ Маркус өз сезімдері туралы ашылып сөйлесетін адамдардың қатарынан емес еді. Сондықтан ол бұдан бірден бас тартады. Сыртқа шыққан бетте ол есігінің алдында тұрған Оттоны көреді. Отто жалғыз емес еді. Ол өзімен бірге сандар мен деректер үшін өмір сүретін тағы бір зерттеуші әріптесі Леннартты ертіп келіпті.
Маркус оңаша сөйлесу үшін оларды қоймасына бастап апарады. Олар барлығын, куәгер туралы, шырыныстаған адам және әділет шабандоздары қылмыстық тобының асқан қатыгездігі туралы жайып салады. Басында Маркус бұған күмәнмен қарайды да, олардан неге полицияға бармағандарын сұрайды, ал олар полицейлердің өздерін мазақ етіп бөлімшеден қуып шыққанын мойындайды. Бірақ олар нақты айғақтарды келтірген сайын Маркус сене бастайды. Ол әйелінің жай ғана қайғылы апаттан көз жұмбаған, қасақана өлтірілгенін түсінеді. Ол оларға қарап бір ғана сұрақ қояды. Жоспар қандай? Отто күдіктінің фотороботы бар екенін айтады. Енді оларға тек сәйкестік табу қажет еді. Келесі күні Маркус Матильданы дәрігерге апарады. Дәрігер екеуінің де ауыр шок жағдайында екенін және терапияға өте мұқтаж екенін ескертеді. Жауынгер бұл жолда одан үзілді-кесілді бас тартып, бәрі жақсы екенін айтады да үйіне қайтып кетеді. Сол күні кешке Матильда ойын жинақтау үшін далада ұзақ жүріп қалады. Ол ақыры үйге оралғанда Маркус оны күтіп отырған еді. Ол ашуланып қыз мұрса бастайды, бірақ қыз жалғыз емес еді. Оның жанында бір ұл бала бар болатын және ол қызға араша түспекші болады. Ол Маркусқа Матильданың күйзеліске ұшыраған, оған ақыл көйсу емес, мейірімділік қажет екенін айтады. Маркус бұл ақылды жақтырмайды. Ол ашуға булығып, баланың бетінен шапалақпен тартып жібереді. Бұл оның өзін бақылаудан қаншалықты шығып кеткенін көрсететін еді. Бұл соққыдан кейін Матильда қатты ашуланады. Ол әкесін көргісі келмей, бөлмесіне қамалып алады. Маркус есікті ашуды талап еткенде, ол есіктің арғы жағынан әлгі баланың жігіт екенін және оған шын мәнінде қамқор болып жүрген жалғыз адам сол екенін айтып айқайлайды. Ал бұл уақытта Отто мен Ленард өздерінің ескі достары Эмменталерге барады. Ол кез келген жүйені бұзып кіре алатын жоғары деңгейлі компьютерлік данышпан еді. Олар оған күдіктінің суретін береді, ал бет әлпетті тану бағдарламасы 96% сәйкестік табады. Бұл адам инженер болып шығады. Бірақ бір гәп бар еді. Оның ағасы сол баяғы әділет шабандоздарының қатыгез басшысы болатын. Үйге Маркус татуласуға тырысады. Ол Матильдадан кешірім сұрайды, бірақ енді ол баланы үйге әкелуге болмайтынын кесіп айтады. Дәл сол кезде Отто мен оның командасы жаңа ақпаратпен келіп жетеді. Олар егер осы инженерді тапса, пойыздағы жарылыстың шындығында табатындарына сенімдеді. Олар әлгі адамның ізіне түсіп үйіне дейін барады, бірақ олар жеткен бойда жағдай ушығып кетеді. Маркус оны тердемекші болады, бірақ инженер тәкаппарланып, аузына келгенін оттай бастайды. Маркус онымен ойнап тұрған жоқ еді. Ол қаруын шығарып, әлгіні атып тастайды. Көлікке қайтып бара жатқанда да Маркустың қаны қайнап тұрған еді. Ол бұлай қалдыра алмайтын. Салқын қанды ашудың жетегінде ол кері бұрылып ішке қайта кіреді де, істі соңына дейін жеткізіп, оның көзін жояды. Зерттеушілердің төбе шашы тік тұрады. Себебі олар бұған дейін кәсіби кісі өлтірушінің іс-әрекетін ешқашан көрмеген еді. Олар істің тым насырға шапқан және қылмыс орнын тазарту керектігін түсінеді. Олар саусақ іздерін сүртіп жатқанда, Ленард үйде тұтқында отырған Бодашка есімді жас жігітті тауып алады. Онымен айналысуға уақыттары болмағандықтан, олар өздеріне қажетті заттарды алады да, ол жерден тезірек қарасын батырады. Маркус үйге оралғанда Матильда мен оның жігітінің өзін күтіп отырғанын көреді. Ол тәкаппарлығын жиып қойып, баладан кешірім сұрайды. Жігіт таңғала рухтай түсіністік танытады. Ол екеуінің де қайғыға батып жүргенін түсінетінін айтып, психиатрға өзінің анасына қаралуды ұсынады. Маркус бұл ойды жылжауып қояды, бірақ сол түні ол бойын мұздататын жаңалықты көреді. Куәгердің пойыздағы апатта қайтыс болуына байланысты әділет шабандоздарына тағылған барлық айыптар алынып тасталыпты. Сөйтіп қылмыстық топ бостандыққа шығады. Маркустың шыдамы шегіне жетеді. Ол Отто мен оның командасына қоңырау шалып, нақты бұйрық береді. Осы топқа қатысты әрбір дәлелді тауып, өзіне әкелуді бұйырады. Ол жоспардың өте қарапайым екенін айтады. Олар ақпарат береді, ал ол кек алады. Жиын енді тарқай бергенде, Матильда олардың үстінен түседі, ал Отто аббырап қалып қаша жөнеледі. Басқаларын қалқалауға қалдырып, Маркус қызына өтірік айтады. Ол Оттоның да пойызда болған және анасының орын алып қойған үшін өзін кінәлі сезініп жүргенін жеткізеді. Ленард бұған тезлесіп кетіп, Матильдаға өзінің шын мәнінде әкесінің күйзелістен емдеуге келген психолог екеніне сендіреді. Ашылық басталды. Біз әділет шабандоздарының қаншер басшысы Куртпен танысамыз. Ол Маркус пен оның командасы инженердің үйінде қалдырып кеткен жас жігіт Бодашканың төбесінен төніп тіреді. Курт Маркус өлтірген бауырын жоқтап қайғырып жүр және ол кінәлілердің есімдерін білгісі келеді. Бодашка шабуылдағандардың кім екенін білмейтінін айтып ант ішеді, бірақ оның есінде бір нақты деталь қалып қойған болатын. Ол әлгі адамдардың Эмменталер деген есімді айқайлап айтқанын естіген еді. Курттың көздерінен қатыгез ұшқын байқалады. Ол өз адамдарына осы есімге қатысы бар әрбір адамды тауып әкелуді бұйырады. Ал бұл кезде үйдегі команда өз жұмыстарын ретке келтіруге тырысып жатады. Эмменталер технологиялық данышпан, әрі тез ашыланатын, барлығының мінсіз болғанын қалайтын адам. Ол қылмыстық топтың ізіне түсу үшін жоғары технологиялық бақылау орталығын құрмақшы болады, бірақ оған ең қажетті құрылғылар жетіспейтін еді.
Ол әскери сержант құсатқа алғандарына ауырса бастайды. Оның құрылғыларынсыз жұмыс істей алмайтындарын түсінген олар түн ортасында тәуекелге барып, Эмменталардың ескі пәтеріне баруды ұйғарады. Бұл қадам олардың өмірлеріне қауіп төндіре жаздайды. Олар пәтерге жеткенде қараңғыдағы көлеңкелерге жан бітеді. Әділет шабандоздары оларды күтіп тұрған еді. Оқ атылып, әйнектер шағылады. Ал зерттеушілер қорқыныштан сілейіп қалып, жаншыра бас сауғалайды. Осы кезде Маркус соғыс өзінің қанында бар екенін сабырмен түсіндіреді. Ол елес сияқты қозғалып, бірінші қарулы адамды сұлатып түсіреді де қаруын тартып алады. Санаулы секундтар ішінде Маркус бүкіл шабуылдаушы топтың көзін жояды. Тек Бодашка ғана аман қалады. Оның барлығына куә болған түсінген олар ұялы телефонын шағып тастайды және оның барар жері жоқ екенін ұғады. Қылмыстық топ оны тек өздерінің арам пиғылды ермектері үшін пайдаланған еді. Сондықтан команда оны өздерімен бірге үйге алып кетуді ұйғарады. Әзірге қауіпсіз жерге жеткен топ Эмменталардың экрандарының алдына жиналады. Ол әділет шабандоздарының әрбір мүшесінің құжаттарын жайып салады. Шындықтың беті ашылады. Енді қылмыстық топ олардың кім екенін біледі. Бұл сен өлтірмесең, сені өлтіреді деген жағдай еді. Зерттеушілер бұдан былай пернетақтаның артында тығылып отыра алмайтындарын түсінеді. Олар Маркустан өздеріне қару беріп, оқ атуды үйретуін сұрайды. Егер соғыс олардың есігін қақса, олар шірпені басуға дайын болғылар келеді. Маркус келіседі. Ол шабандоздардың ауқымды шабуылға дайындалып жатқанын біледі. Сондықтан үйді қолдан жасалған жатығу лагеріне айналдырады. Ол ең қарапайым нәрселерден, қуатты винтовкаларды жинау мен тазалаудан бастайды. Басқалары ауыр темір бөлшектерді ебедейсіз ұстап қиналса, бұл іс Эмменталердің қолынан келіп тұрады. Ол қаруды найзағайдай жылдамдықпен жинап, тіпті ысылған жауынгердің өзін таңғалдырады. Маркус одан бұрын соңды мұнымен айналысып көрген сұрайды. Ал данышпан жай ғана иығын қиқаң еткізеді. Ол механизмдердің қалай жұмыс істейтінін түсінетін еді. Жаттығу жалғасып, зерттеушілер мен жауынгерлер арасындағы шекара бұлғырлана бастайды. Эмменталер экранға үміліп, Курттың әрбір қадамын аңдиды. Ақыры ол бір ілік табады. Курт күзеті өте аз, жеке меншік орынға бара жатады. Бұл шабуыл жасауға таптырмас мүмкіндік еді. Зерттеушілер бірге баруды талап етеді, бірақ бұл жағдай бәрінің жүйкесіне тие бастайды. Жолда кетіп бара жатып, Отто райынан қайта бастайды. Ол адамгершілік туралы және өздерінің Құдайдың рөлін ойнамау керектігі туралы айта бастайды. Онсыз да ашуға мінген Маркус шыдамын таусады. Ол Оттоны ұрып, мұрнын бұзады да. Оны жол жиегіне тастап, басқалармен бірге жылдамдатып кетіп қалады. Олар үйдің сыртында мергендік позицияларын орнатып, Курттың шығуын күтеді. Бірақ Мысана ақыры сыртқа шыққанда, жоспардың күл талқаны шығады. Курт жалғыз емес еді. Оның айналасында жазықсыз адамдар бар болатын. Маркус жауынгер, бірақ қасапшы емес. Ол жазықсыз адамдардың өмірін қауіпке тігіп, оқ атудан бас тартады. Олар Курттың көлікпен кетіп қалғанын бақылап тұрады, бірақ әділет шабандоздарының бірнеше мүшесі сол жерде қалып қояды. Маркус бар ашуын солардан алуды ұйғарады. Ол ішке кіріп, бұзақыларды бір-бірлеп сылата бастайды. Тіпті Эмменталер де іске араласып, өмірінде бірінші рет шүріппені басып адам өлтіреді. Бірақ мәйіт жерге құлаған сәтте бұл істің ауыртпалығы оның еңсесін басып тастайды. Ол не істеп қойғанын түсініп, көз жасына еріп береді. Маркус оны қатайтуға тырысып, әлгі адамның бұған лайығы екенін айтады. Бірақ ол қазірдің өзінде ауыр психологиялық жарақат алған еді. Қайтар жолда олар қанға боялған Оттоны алып үйге оралады. Сол түні Ленард Бодашкамен отырып сөйлеседі. Жігіт ақыры өзінің қайғылы өткені туралы сыр шертеді. Кедей елде тұратын ата-анасы оны сатып жіберген екен, ал оны сатып алған Курттың ағасы оны ең сұмдық мақсаттарда пайдаланды. Бірақ сол кезде Бодашка Ленардтың төбе шашын тік тұрғызатын бір жайтты айтады. Оның айтуынша, пойыздағы апат болған күні ол Курттың ағасымен бірге болған және олар станцияның маңында мүлдем болмаған екен. Бұл шындып Ленардтың төбесінен жай түскендей болады. Шарын ұстаған адам жай ғана кездейсоқ жолаушы болып шықты. Олар өлтірген инженер жазықсыз еді. Бүкіл кек алу операциясы математикалық қателікке негізделген болып шығады. Олар бұл жаңалықты Маркусқа жеткізгенде, қатыгез жауынгердің жүйкесі сыр береді. Әйелінің қазасынан кейінгі іште сақтаған қайғы мен жақында жасаған кісі өлтіру қылмыстарының кінәсі бір сәтте бұрқ ете түседі. Ол ақылынан адасқандай айқайлап, жуынатын бөлмені жалаң қолмен қирата бастайды. Ол өзіне зақым келтіріп, тоңғиық қараңғы күйзеліске түседі. Отто оны қираған бөлмеден тауып, шымыраудан алып шығуға тырысады. Ол Маркусқа Матильда үшін өмір сүру керектігін айтады. Содан кейін Отто өзінің құпиясын ашады. Кезінде оның да қызы болған екен. Бірақ ол оған дұрыс көңіл бөлмегендіктен қызы қайтыс болыпты. Содан бері ол әр күнін өзін кінәлаумен өткізіп келеді екен. Ол Маркусқа Матильданың әкесінен де айырылуына жол бермеуі керектігін айтады. Ол Маркустан қатыгездікті тоқтатып, кеш болмай тұрғанда қызына керемет әке болуға назар аударуын өтініп сұрайды. Бұл уақытта әділет шабандоздары енді тығылмайды. Олар Отто, Ленард және Эмменталер секілді барлық адамдардың ізіне түскен еді. Пазлдың соңғы бөлшегі үлкен қателіктің арқасында өз орнын табады. Матильданың жігіті Инстаграмда Матильда мен Оттоның суретін жариялап жібереді.
Қылмыстық топтың жоғары технологиялық құрылғылары оны бірден тауып алады. Топтың есі ауысқан басшысы Курт әлгі баланы бұрышқа тақап, саусақтарын бір-бірлеп сындыра бастайды. Бала шыңғырып, Маркустың мекенжайын айтып береді, бірақ бұдан ештеңе өзгермейді. Курт бәрібір ермек үшін оның қалған саусақтарын да сындырып тастайды. Ал үйде бүкіл топ кешкі асқа отырып, ақыры өздерін бір отбасы ретінде сезінуге тырысып жатады. Кенеттен терезелер шағылады. Оқ жаңбыры қабырғаларды тесіп өтеді. Курт шағын армиясымен келіп, үйді оққа ұшыратып жатқан еді. Барлығы жарақат алады. Маркустың аяғына оқ тиеді, ал Эмменталердің кеудесіне оқ қадалады. Жан төзгісіз ауырсынуға қарамастан, Маркустың әскери түйсігі іске қосылады. Ол Матильдаға бөлмесіне жүгіріп, төсектің астына тығылуды бұйырып айқайлайды. Маркус қаруына жету үшін еденмен сүйретіліп барады. Ол шабуылшыларды бір-бірлеп ата бастайды, бірақ ол тым көп қан жоғалтып жатты. Курт үйге басып кіріп, Матильданы тауып алады да, оны сүйреп сыртқа алып шығады. Қызының құбыжықтың қолында екенін түсінген Маркус өзін күштеп орнынан тұрғызады. Ол сүріне қабына аулаға шығады. Ал онда Курт Матильданың басына тапанша тақап тұрған еді. Онда дірілдеп, әбден қорқып қалған жігітте бар болатын. Курт қаруын тастамаса, екеуін де өлтіретінін айтып көреді. Курт шүріппені басайын деп жатқанда, команданың қалған мүшелері Отто, Леннард және тіпті жараланған Эмменталер көлеңкеден атып шығады. Олар оқ жалдырып, Курттың адамдарын санаулы секундтар ішінде жер жастандырады. Жеңілген әрі қансыраған Курт қана тік тұрған күйі қалады. Ол Маркусқа қарап, "Мен саған не істедім?" деп сұрайды. Маркус үндеместен қаруын көтеріп, Курттың басынан атып, бұл сұмдықты бір жол аяқтайды. Маркус құлап түседі. Оның көздері жұмыла бастайды. Матильда жылап оған қарай жүгіреді. Ал ол болған жағдайлардың бәрі үшін сыбырлап кешірім сұрайды. Ол оны енді ешқашан тастап кеткісі келмейтінін айтады. Оның көздері жұмылып бара жатқанда, Матильда оған ояу болуды өтінеді. Алыстан жедел жәрдем көліктерінің дабылы естіледі. Соңғы көріністе біз Рождество мерекесіне ауысамыз. Барлық қиындықтарға қарамастан Маркус аман қалды. Осылайша, жаңадан табылған отбасының барлығы жазылып, бақытты күйде бас қосады. Үйдің іші жылылық пен күлкіге толы. Ал сырттағы көшеде оқиғаның ең басындағы кішкентай қызды көреміз. Ол жүзінде үлкен күлкімен жап-жаңа көк велосипед теуіп жүреді. Алғаш рет тыныштық орнайды. Маркус қайғыға себеп керек еместігін, бірақ оған әрқашан бір нысана керек екенін өте ауыр жолмен түсінеді. Математика өтірік болып шықты, бірақ құрбандар шынайы еді. Егер сіз осындай шиеленісті оқиғалардың шолуын көбірек көргіңіз келсе, арнаға жазылып, біздің қатарға қосылыңыз.